Президент Қасым-Жомарт Тоқаев ұлттық құрылтайда тіліміздің қолдану аясын кеңейте түсу мемлекеттік саясаттың басты бағыты болып саналатынын атап өткен болатын. Бүгінде ішкі істер органдарында қазақ тілін қолдану көрсеткіші 95%-ді құрап отыр. Алайда жұмыс мұнымен шектелмейді. Қазақ тілін қолданыс аясын біз кеңейту керекпіз. Қазір ішкі істер министрлігінің бүкіл біздің құжаттарымыз қолдану көрсеткіші жоғары дәрежеде 95% құрайды, бірақ негізі 100%-ға жеткізу керекпіз. Министрліктің қызмет басшылары мен олардың орынбасарларына қазақ тілін білу деңгейін анықтау бойынша қазтест жүйесімен тестілеу ұйымдастырылды. Оны ғылым және жоғары білім министрлігі ұлттық тестілеу орталығының өкілдері қабылдады. Бұл шара мемлекеттік тілдің мәртебесін көтеруге бағытталған.